Жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе. Ертеде бір диуана болыпты. Ел аралап, қайыр сұрайды екен. Қайыр сұрап жүріп, жақсылық етсең өзіңе, жамандық етсең өзіңе деп бір сөзді қайталай береді екен. Осы сөзге басқа сөз қосып айтпаса керек. Бір ауылдағы жесір әйелге бұл сөз ұнамайды. Осы диуанаға у қосып нан берейін, жамандықтың кімнен болғанын көрейін деген арам ойға кетеді. 7 жерден 7 нан пісіріп, 2 нанның арасына у қосады. Диуана келгенде 49 нанды қолына ұстатады. Диуана разы болып, екінші бір ауылға бет алады. Жолда бүкіл тамақтары таусылып, әбден қиналып келе жатқан бір керуенге жолығады. Диуана шыққан ауылдың адамдары екен. «Ей, диуана, біз жейтіндей наның бар ма?» деп сұрайды арып ашыққан керуеншілер. «Бар» деп дорбасындағы нанды береді. Керуендегі адамдарға бір-бір наннан жетеді. Асыға аптығып жеп жатқанда арасындағы 2 кісінің аузынан көбік шашып, алқынып барып құлағанын көреді. Өте күшті у қосылған наннан екеуі де жан тәсілім етеді. Керуеншілер естерінен танып, диуананы ұрып соққылайды. Ақыры қазыға әкеледі. Диуана болған жайды айтып берген соң, қазы әйелді алдырады. Әйел диуананың сөзінен ығыр болған соң, солай еткенім рас деп шынын айтады. Өлген кісілерді көргенде әйел талып қалыпты. Өйткені олар керуенге жалданып кеткен өзінің 2 ұлы екен. Диуананың «жамандық етсең өзіңе» деген сөзі осылай қалтқысыз орындалыпты. Қазыналы оңтүстік кітабынан оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.